Мен қалай үйлендім? Әңгіме. Әңгіменің авторы Бердібек Соқпақбаев. Мезгіл август айының аяқ кезі. Алматы-Москва жүрдек пойызымен оңтүстіктің Шы дейтін станциясына келіп түсе қалдым. Бұл аудан мал өсіруден Қазақстан бойынша аты шығып дүрілдеп тұр. Озат малшылардың өмірінен очерк жазбақшымын. Бұрын мұнда болған емеспін. Бірінші рет келуім. Мезгіл кешкі уақыт. Күні бойы сіркіреп ақ жауын жауған. Қазірде басылмай бір күңкіреп тұр. Ауа сыз, бұлыңғыр. Былайғы жердің миы шығып жатса керек, ал станция басы асфальтталған саз емес. Бірақ жаңбыр суы көлкіп, шылқып жатыр. Сол арадағы жұрттан сұрастырсам, аудан станция басында емес, бұдан 7 километр жерде екен. Оған қалай баруға болады деп едім, білегіне қызыл байлаған теміржолшы: "Ана кетіп бара жатқан жұртты көрдіңіз бе? Солардың соңынан ілессеңіз, сонау мұржасы көрінген үй асхана. Соған барасыз. Сол жерде автобус тоқтайтын аялдама бар", деп жөн сілтеді. Әлгіге рахмет айттым да шұбырып кетіп бара жатқан 10 шақты адамның соңынан ілесіп жөнелдім. Кезде алдымда кетіп бара жатқан жұрт иіріліп, бөгеліп қалды. Сөйтсем, әлгі арада ені 2 метр шамасы, жағасы түйетайлы терең арық бар екен. Көпір ештеңесі жоқ. Жұрт амалдап әрең секіріп жатыр. Қарттау бір адам арықтың ішіне тайып жығылып, үсті басын оңдырмай бұлғап та алды. Мен жеткенге дейін арықтан өтіп болмаған бір ғана әйел қалды. Бір қолында саквояжы, екінші қолында қомақтылау торы бар. Қалай секіретінін білмей қиналыңқырап, қорыншақтап тұр. Үстінде плашы, аяғында кең қоныш ботыйы бар. "Қорықпаңыз, секіріңіз", дедім қасына келіп. Әйел маған жалт қарады. "Ой, секіре алатын емеспін, суға құлайтын шығармын". Әйел жап-жас келіншек екен. Тұлғасы сырт жағынан жуандау көрінгенге жасамыстау болар деп жобалап едім, өзім құралып тас. "Олай болса мен сізге жәрдемдесіп жіберейін. Әуелі нәрселеріңізді беріңіз", дедім. Әйел нәрселерін берді. Өзімнің титімдей ғана шамаданым бар. Тез ырғып, арғы жағаға топ ете қалдым. Әйел сүйінген дауыспен: "Ой, сіз елікше секіреді екенсіз", деді. Нәрселерді әрменірек шөптеуін бір жерге апарып қойдым да, қайта келіп, әйелге қайыс белбеудің бір жағын ұсындым. "Мынадан мықтап ұстаңыз, айырылып қалып жүрмеңіз. Қане, секіріңіз". Әйел түйіліп батыл секірді. Мен де тез тартып пәрменімен шұлып әкеттім. Жерге түсіп үлгергенше қолтығынан шап беріп ұстап та алдым. Ап-ауыр тығыз денесі менімен қауыша келіп дік ете қалды. "О, рахмет, көп жасаңыз, сіз болмағанда мен секіре алмайтын едім. Ана жақтағы көпірді айналатын едім", деп әйел сүп-сүйкімді қоңыр дауысымен маған алғыс айтып жатыр. Екеуміз қатарласа жүріп кеттік. Аяғым шылқ-шылқ, үстімде плаш емес, күздік пальто. Су сіңген сайын ауырлап барады. Жұрт автобусқа жайғасып отырып алған екен. Кәдімгі кішкене автобус. Әйелге жол беріп алдымен кіргіздім. Арт жақтағы ұзынша орын бос. "Отырыңыз", деп қасынан маған орын нұсқады. Шамның жарығынан әйелдің жүзін анықтап байқап қалдым. Сергек пішінді, сүп-сүйкімді қара торы келіншек, бетінің әр жерінде сия шашыраған тәрізді ноқат-ноқат секпілі бар. Онысы өзіне біртүрлі жарасып тұратын тәрізді. Жөн сұрастық. "Осында тұрасыз ба?" "Осында тұрамын. Өзіңіз қайдан келесіз?" "Командировкаға келе жатқан газет қызметкерімін", дедім. Деді. "Мұнда қонақ үй бар ма?" "Бар". Біз аудан орталығына келгенде қасқарайып та кетті. Қонақ үйдің қайда екенін келіншек маған түсіндіріп нұсқап жіберді. Көшенің батпағы толарсақтан келеді. Жауын сіркіреп қайта күшейді. Итім шығып, әзер жеттім. 2 ғана бөлмелі шағын үй екен. Адам лық толы, көк ала түтін. Өзіңіз көріп тұрсыз ғой, бірде-бір бос орын болса бұйырмасын. 10 адамдық қонақ үйде 15 адам жатыр. Аяқ басар жер жоқ, деген сөздермен қарсы алды күтуші әйел. Айтқанының бәрі рас, әрі
темекі түтінінен тұншығып өліп барам. Қонақ үйдегі әйелден ауытком кеңсесінің қайда екенін сұрап алдым да тысқа шықтым. Сонда барып, өзімнің кім екенімді айтып, ауасы таза, жылы кабинеттердің бірінде диванның үстінде болса да, түнеп шықсам, сол рахат болар деген ойға келдім. Жауын әлі басылмаған, көше қараңғы, үйлердің терезелерінен шам жарығы бұзғылданып, әрең жылтырап көрінеді. Көшеде бірлі жарым атты жаяулы адамдар ұшырасады. Солардан сұраңғыштап отырып, ауытком кеңсесі делінетін темір шатырлы ағаш үйге келдім. Есігін тартсам берік, тарсылдатып ұрып едім, ешкім үн қатпады. Күзетші бір жаққа кеткен болар деген оймен биік басқыштың үстінде тосып тұрдым. Маңдайшаның үстіңгі жағына шам орнатылғандықтан бұл ара жарық, әрі жауын тамбайтындай қалқима бірдеңесі бар. Аяқ су, үстім де су, өзімнен өзім жиреніп, берекем қашып-ақ тұр. Бар арманым ішке тезірек кіріп, шешініп, жан шақыру. Кенет үй бұрышының тасасынан біреудің келе жатқан аяқ дыбысы естілді. Күзетші осы болса игі еді деп қуанып қалдым. Сөйткенше болмады, бір әйел шыға келді. Тани кеттім. Әлгінде автобуста өзімен бірге келіп түскен келіншек. Мені көріп, ол да іркіліп тоқтай қалды. Немене, қонақ үйді таба алмадыңыз ба? Жоқ, мен болдым онда. Қонақ үйде орын жоқ екен. Иә, енді мұнда не қып тұрсыз? Кеңсеге түнеп шығайын десем, берік тұр, ешкім дыбыс бермейді. Сірә күзетшісі бір жаққа шығып кетсе керек. Таныс ешкіміңіз жоқ беді? Жоқ. Кеңсеге түнеймін дегеніңіз нелеу екен? Деп әйел менің түріме бастан аяқ қарап алды. Онда жүріңіз, біздікіне түнеп шығыңыз деді. Қамқорлығыңызға мың рахмет дедім де әйелге ілесіп бердім. Бойымда ештеңе де жоқ, семьялы, үйлі баранды адам болар. Менің түрімді көріп аяп қонақжайлық көрсетіп жатқан шығар деп ойладым. Әйелдің пиғылы шынында да осы болуға керек. Ол мені маңдайшасында ауылдық кітапхана деген жарнамасы бар бір үйге ертіп келді. Іргесі ашық, веранданың қақ ортасына төбеге орнатылған жалғыз шам әрең жылтырап жанып тұр. Үйдің екі есігі бар екен. Оның бірін сойылдай белдеу темірмен көлденең бастырып шоқпардай қара құлы біліп қойған. Ол сірә кітапханаға кіретін есік болса керек. Ал екінші есіктің сыртына көкшіл клеенка қапталған. Әйел қалтасынан кілт алды да осы есіктің ішкі құлыбын ашты. Әлгінде жолда келе жатып әйелдің аты жөнін қайда істейтінін сұрағам. Атым Нағима, кітапханада істеймін деген. Япырау, бұл мұнда жалғыз тұра ма? Әйел кіріп шырт еткізіп шам жақты. Содан соң маған кіріңіз деді. Кірдім. Айнадай жарқыраған сырлы еден, таза алаша, батпақ-батпақ болған ботинкаларымды сол арада шешіп қалдырдым. Пальтомды да шешіп іліп қойдым. Кәне төрлетіңіз, жоғары шығыңыз, деп Нағима бәйек болып жатыр. Төр жаққа өттім. Мүліктері жұпыны болғанымен тап-таза. Екі төсек және бір диван тұр. Төсектің бірі баланыңкі. Ортадағы дөңгелек столдың үстінде бірнеше газет бірі жатыр. Міне Нағима да сырт киімін шешіп біліп қойып бері қарай келді. Көз тояттайтындай әп-әдемі тұлғасы бар. Мен кешірім өтіндім де оның кіммен тұратынын сұрадым. Нағима күлімсіреп, өзім тұрамын, және қызым бар, деді. Ал жолдасыңыз? Жолдасым бөлек тұрады. Бұл сұрағым орынсыздау болды ма? Деп те ойлап қалдым. Өйткені Нағиманың жүзінен күйеуі жайында әңгімелеуді қаламайтындай салқын көлеңке сезіліп қалды. Соңынан әңгімелесіп отырып білдім. Нағиманың 5-6-ға келіп қалған қызы осы маңдағы бір колхозда тұратын қарт әке шешесі бар екен. Кеше бұлар қызы екеуі қарттарға қонаққа барыпты да, қызы сонда қалыпты. Шай іштік. Шайдан кейін Нағима маған диванға жақсылап төсек салып берді де, шаршаған боларсыз, жатып дем алыңыз деді. Өзі ыдыс аяғын жиған боп, ауызғы кішкентай бөлмеге шығып кетті. Шайға тойып, жылынып, есті жинап алғаннан кейін көңіл құрғыр қонан-қонан етеді. Нағима өзі қайда жатар екен деймін. Мына менің қарсымдағы төсегіне келіп жатуға тиіс.
Басқа жататын жері жоқ. Тысқа шығып келдім де теріс қарап жатып қалдым. Сыртта жауын басылып, аспан жарқырап ашылып келеді екен. Тарап бара жатқан алашабыр бұлттың арасынан терезеге бірде жап-жарық болып, бірде күңгірттеніп, ай сәулесі түседі. Бір кезде Нағима да бері кірді, шамды өшірді. Ай жарығы түскендіктен үй іші ала көлеңке. Ұйықтамасам да ұйықтағандай болып, бірақ көзімді бақырайтып ашып жатырмын. Төсектің жұмсақ сеткісі сықырлап, құлағыма Нағиманың шешінген сыбысы келді. Міне ол да жатып қалды. Мен жалпы жасымнан ұйқышыл адаммын. Төсекке басым тиісімен қор ете қалам. Ал енді көзім ілінсеші. Өзіне кереметтей көңілім құлап, сондықтан да болар, шешіліп ештеңе де айта алған жоқпын. Әрқашанда солай ғой. Біреуді шынайы ұнатып, құштар болсаң, тілін күрмеледі де қалады. Ал немкетті осыған бір тиісіп көрейінші десең, сөзбен дөңгелетіп әкетесің. Бірталай уақыт өтті. Әлгінде тым-тырыс жатқан Нағима пыш-пыш етіп ұйқыға кетті. Қыбыр етпей жатудан менің жамбасым тала бастаған. Диванды сықырлатып алмас үшін барынша ептеп ақырын ғана аунап, бетімді Нағима жаққа бұрдым. Терезеден қиқаштап түсіп тұрған ай сәулесінің тап осы кезде сүттей боп жарқырай қалмасы бар ма? Өзі тағы Нағиманың тура бетіне түсіп тұр. Нағима қыбыр етсе көзімді тарс жұмып өле қалмақпын. Іштегі сезім асамоттай бұлқынып жүген салғызбайды. Ала қашып не орға не жарға құлатпақ болады. Бірақ мен де табандап қасарысып, тізгінді қолдан шығармаймын. Осындай арпалыспен қалжырап ұйықтап кетіппін. Біреу ақырын иығымнан түртіп оятады. Сөйтсем Нағима әлі күнде шықпаған, тым ерте уақыт. Ұйқыңызды бөлгеніме кешіріңіз. Осында ел аяғы қозғалмай тұрып кеткеніңіз мақұл болар. Жұрт дегенді білесіз ғой, мұнда қонып шыққаныңызды біреу көріп білсе өсек қылады, дейді. Тұрып киіндім де кете бардым. Түнде халіңізді көрдім де аяп кеттім. Әйтпесе үйге еркек әкеп қондырар жағдайым жоқ екенін өзіңіз көрдіңіз. Таң атпастан қуды деп айыпқа бұйыра көрмеңіз деген сөздермен шығарып салды Нағима. Әуел бастағы жоспарым аудандағы басшы мекемелерге кіріп жолыққаннан кейін бүгін малшыларға шығып кету болатын. Енді ол қараңғы алды. Күні бойы жиырлап, аудан орталығында жүрдім де қойдым. Түстен кейін кітапханаға кірдім. Нағима мұнда меңгеруші болып істейді, отыр екен. Қасында және бір әйел. Сәлеметсіздер ме деп амандаса келдім. Нағима күлімсіреп, төрлетіңіз деді. Колхозға шықпадыңыз ба? Ертең шығатын болдым. Осымен әңгімеміз бітті. Бүгін ақыр мұнда қонатын болғаннан кейін түстен кейін барып қонақ үйден орын алып қойдым. Кешке клубқа, киноға келдім. Адам аздау екен. Залға кірсем, Нағима отыр. Дәл бір уәделескен адамдай кездесе кеттік. Қасыңыздағы орын бос па? Деп едім, бос деді. Отырдым. Кинодан бірге шықтық. Кешегідей емес, кеш бүгін мөлдіреп, ай жарқырап тұр. Аспанда ине шаншар бұлт жоқ. Кинодан алған әсерімізді ортаға салып, қатарласып келеміз. Бет алысымыз әлгі кітапхана, Нағиманың үйі. Бүгін қонақ үйде орын бар ма екен? Деді Нағима. Жоқ екен деп айта алмадым. Маған әйтеуір бір орын уәде еткендей болды, дедім. Үйге кеп қалдық. Ал енді қоштасайық. Шығарып салғаныңыз үшін үлкен рахмет, деді Нағима. Бүгін кеш сондай тамаша екен. Біраз сейілдеп қайтсақ қалай болады? Ұйықтар алдында бой жазып жүру пайдалы деп айтады ғой. Нағима ойланып қалғандай болды. Төңірегіне қарады. Содан соң жарайды деді. Екеуміз жүре сөйлесіп поселоктың шетіне шығып кеттік. Алдымыз жазық дала, жайылып жүрген тұсаулы аттар қараңдап көрінеді. Біраз сырлар ақтарылды. Мен өзімнің майданнан жуырда оралғанымды, өмірдің қиыншылығын көп көріп, жетім өскенімді, қазір бойдақ екенімді айттым. Нағиманың өмірі де кедір бұдырсыз емес екен. Күйеуі осы ауданда бірнеше жыл прокурор болып істепті. Әуелгі кезде ісіне тыңғылықты беделді екен, бірақ арақ әзәзіл кімді жолдан тайғызбаған. Жүре келе ішімдікке салынып, адамшылық қасиеттен жұрдай бола бастапты. Жұрттан пара алатын, мас болып келсе, үй ішінің берекесін ұшырататын болыпты. Сөйтіп жүріп қызметінен қуылыпты. Нағиманың онымен отаса алмауына осындай себептер болған. Бірақ екеуі үзілді-кесілді, ажырасып кетпепті. Қанша дегенмен мен онымен сүйіп қосылдым. Біраз жыл жолдас болдым, әрі одан балам бар. Сондықтан оны аяймын да. Егер ішуден шын тыйылса, аулақ кет демес едім, деген сөздерді айтады Нағима. Нағима, дедім, батылдығымның барлығын жиып теріп. Егер сен келісер болсаң,
мен сені Алматыға әкетер едім. Мен онда апарып не істемексің? Не істеуші едім? Құсым етіп төрме қонғызып қоям. Ондай сөзді қайтып қайтесің. Сен деген әлі гүлің ашылмаған жас жігітсің. Өз жолың бар. Менің өз жолым бар. Мен бәрінде болжап, әбден ойланып, толғанып айтып тұрмын. Сен мендік боласын, өмір бойына мен сендік. Қой, Бегәділ, албырт сөйлеме. Керек десең, біз әлі бір-бірімізді аз білеміз. Одан соң менің есейіп қалған балам бар. Оны да ұмытуға болмайды. Балаңды ұмытып тұрған мен жоқпын. Жоқ. Аттың жалы, түйенің қомында мен саған жауап бере алмаймын. Одан да үйге қайтайық. Бірталай уақыт болып кетті. Қонақ үйіңе барып, ұйқыңды қандыр. Екеуміз қош айтыстық. Арада 3 жылға тарта уақыт өтіп кетті. Нағима мен содан кейін қайтып кездескен жоқпын. Бірақ бұған мен кінәлі емеспін. Кейін Алматыға келген соң бірнеше рет хат жаздым. Жауап бермеді. Соған қарап, әлде бір жаққа ауысып кетті ме, немесе күйеуімен қайтадан табысып, мені мүлдем ұмытқысы келді ме деп те ойладым. Хат жазуды сонымен доғарып едім. Бір сұлу официанткаға шынымды айтсам, өліп өшіп үйленіп едім. Оным сәтсіз болды. Басы аяғы 1 жылдай отасқаннан кейін екеуміз ажырасып кеттік. Әйтеуір әбүйір болғанда баламыз болмады. Бала болса, онда менің саудам бітер еді. Ар-ұят дегеннен дым сезбейтін көкайыл пәлекеттің өзі болып шықты әлгі антұрған. Қанша уақыт ізіме түсіп алды десеңізші. 1 жыл бойына ішкенімді ірің, жегенімді желім етіп бітті. Арыз жазбаған жері, үстімнен үйіп түкпеген пәле жаласы қалған жоқ. Қатыннан ажырасып, еңсем түсіп, үйсіз-күйсіз жүдеп жүрген кезім. Көктем айы, бір күні жападан жалғыз өзім демалыс паркіне бардым. Мәуелеген көктоғайдың саясында бір өзім бір скамейкада демалып қиялданып отырдым. Иығымнан асып алған фотоаппаратым бар. Бір кезде арт жағымнан біреу әлгіні бүлкілдетіп тартқандай болады. Жалт бұрылып қарасам, кішкентай бала фотоаппараттың құндағын ашқысы келіп тиегін тартқылап жатыр. Көргің келе ме, бері кел дедім. Баланы қасыма алып фотоаппаратты көрсете бастадым. Өзі тіпті кісі жатырқамайды. Сәби тілмен қызық бұдырлап бірдеңелер айтады. Осы кезде арт жақтан «Бегәділ, Бегәділ» деген дауыс шығады. Әйел дауысы. Мен іздеп жүрген бұғым деп жалтақ-жалтақ қарадым. Сөйткенше болмады, бұтаның қалқасынан жас келіншек шыға келді. Әлгіні көргенде қолқа жүрегім солқ етіп аунап түскендей болды. Бұл баяғы сол Нағима еді. Нағима деп орнымнан ұшып тұра келдім. Сен қайдан, көктен түстің бе, жоқ әлден жерден шыға келдің бе? Жарық дүниенің бетінде бармысың өзің? Бармын, дейді Нағима тәтті күлімсіреп. Бірақ әлі де сол баяғы әдемі қалпы, арт жағында алаңдайтын және біреу барма деп ойлап жалғызсың ба дедім. Жоқ, екеуміз деп менің қасымдағы кішкентай баланы нұсқайды. Сенің балаң ба? Әзірше өзімдікі деп жүрмін. Күйеуіңмен қайта татуластың ба? Жоқ. Енді мына баланы айтса да, мұның аты қалай? Аты Бегәділ. Менің атымды қойыпсың ғой? Нағима жымияды. Аузыма түскен ат болған соң қоя салып едім. Түсінбестің, менде біреумін ғой, жаңа түсіндім. Баланың түр-түсі өзімнен аумай қалған екен. Тұла бойым шымырлап бірдеңе болып кетті. Нағима Алматыға жолаушылар келген екен. Менімен кездесермін деп ойламаған. Екеуміз сыр шертісіп көп отырдық. Біз нағыз бақытты жандар екенбіз. Тағдырдың өзі айдап әкеп кездестіруін қарашы. Енді бізді, мына тұрған тампыш мұрын, кішкентай Бегәділ үшеумізді, бір-бірімізді Құдай айырмаса, ешкім айыруға тиіс емес дедім. Мен байғұста ол кезде белгілі мекен жай да жоқ. Сол күні қаланы зырғағып жүріп пәтер іздедім. Төменгі нефтебаза жақтан біреудің бір бөлме нашарлау үйін таптым. Бар мүлкім көгезу әйелім берген. Бір жаман көрпе, жаман матрас. Соларды алып барып, төрдің қақ төбесіне шоқитып үйіп қойдым. Содан соң Нағима мен кішкентай Бегәділді алып бардым. Міне мен осылай үйлендім, шынайы бақытымды осылай таптым, деп аяқтады Бегәділ сөзін. Әңгімені оқыған Роза Сұлтаналиева.